Так, қайырлы күн ұстаздар. Бүгін сіздерге жаңа видео обзор түсіретін болам өзімнің платформама. Авторлық алдыңғы видео түсіндірмені 1200 қаралым жинаған екен. Ода 2 апта бұрын түсірдік. Ода 2 аптада біз қаншама ресурс қосқанымызға байланысты, ода көп нәрселер айтылмай қалып кеткен. Сол себепті жаңа видео обзор түсіруге тура келіп тұр. Мына біздің видео платформамыздың негізгі беті анимация. Алдында айтқанымдай, мысалы 10-шы сынып, бүгінгі тақырып бізде тригонометриялық функциялар. Мына жерде тригонометриялық функцияларды бормен сызып түсіндірген қалай, мынамен түсіндірген қалай, енді өздеріңіз есебін бере жатырсыздар. Мына жерде тригонометриялық функциямыз беріліп қойған. А коэффициент қалай әсер етеді, В коэффициенті, С коэффициенті, косинус ойда графигі тщательно көрсетіліп қойылған. Тура осындай бір тақырыпқа 6 түрлі анимация жасалған. Енді мен тек қана үлкен сыныпты көрсетуге бастауыштарды көрсетіп қояйын. Бастауыштарда біздің негізгі клиенттеріміз болып есептелінеді. Заттарды санау деген тақырыпта 5 түрлі анимация салынған екен. Біріншісі жаңартуды басып отырасыз. Мультфильм кейіпкерлерінің саны ауысып отырады. Бірінші сыныпқа келген бала солардың нешеу екенін айтып отыратын болады. Тура осыған ұқсас тағы 4 анимация бар. Олардың әрқайсысына тоқталмаймын енді. Өйткені видеомыз үлкен болып кетеді совсем. Кеттік ары қарай. КМЖ 10-шы сынып. Мынау енді бәрімізге таныс нәрсе, тура КТП болып тұр. Ұзақ мерзімді жоспар. Бүгін қай сабақты өтесіз? Тренерлік функцияны түрлендіру ма? Скачать етесіз. Тура сол КМЖ скачать етіледі. Файлыңызды апарасыздар, білім классыңызға, күнделік кезетіңізге сала бересіз. Әрі қарай кеттік. Презентация бастауыш көрсетейін сразу. Бастауыштың бірінші сыныбы заттарды санау. Мен скачать етіп қойдым, ұзақ уақыт алмас үшін. Заттарды санау скачать. Аштыңыз, слайд-шоу, с текущего бастадық. Міне заттарды санау презентация. Гүлдер, шарлар, қонжықтар, көбелектер, сағаттар, саусақ, мысық, үйрек, шар, реттілік, кері байланысты өте керемет жасалған екен. Осы сияқты бүкіл сабағыңызға презентация бар. Енді өзіңіз жасаған уақытпен біз жасап берген дайын презентацияны қолдануды өзіңізден ойлай беріңіз. Квиз ойындары мен өткенде көрсеттім. Бұл 250 шақты ойын бар еді, бұл сыныптарға жіктелген. Мына ойынды көрсеттім ғой деймін. Енді бұның өткенде стористе уәде еткенімдей, қазір 250-ден 500-ге жетті, бұны 1000-ға жеткіземіз деп ойлап жатырмыз. Мына жерде бір ойынды ашып көрсете салайын. Сандарды, екі таңбалы сандарды қосу деген тақырып, мына біздің балығымыз. Осылай жылжытсаңыз болады, смарт-тақтада оқушы қолмен жылжыталады. Тура бассаңыз птичка орылады, қате бассаңыз X орылады деген сияқты. Бала өте үлкен қызығушылықпен ойнайды. Бұның бәрі практикада жүзеге асырылып тексерілген нәрселер ғой. Так, кеттік. Одан кейін бізде онлайн тақталарды ашуды басайық. Бірінші тақтаны ғана көрсетейін. Мына жерде старт деген кнопка тұр. Стартты басасыз. Кәдімгі обычный тақталарға қарағанда бұның функциялары көбірек та. Мысалға, мынау оқушыға сіз уақыт берсеңіз болады. Мына жерде бүкіл функциясын көрсете алмаймын, уақыт бересіз. Мынау тапсырманы орындауға сіздерге 10 минут деген сияқты. Немесе мына жерден геометриялық ұғымдарды түсіндіру мақсатында мына жерден шарды салып көрсетесіз, төртбұрыш салып көрсетесіз деген сияқты. Бұны енді шұғылау барысында түсініп аласыздар. 10 шақты онлайн тақта салынған бұл жерге, әрқайсысына тоқтала алмаймын. Мына көрнекіліктер, қазір мен көрнекіліктерді монтаждап қоятын болар. Күні кеше 10 шақты көрнекілік тағы қостым. Енді күнді қосам деп айта алмаймын, бірақ аптасына 2 мәрте, 3 мәрте жаңа 10-20 шақты көрнекілік қосуға тырысам. Ол жерде поискпен шығатын болады, тақырыпты жазсаңыз болды, сол тақырыпқа неше көрнекілік бар екенін көрінетін болады. Одан кейін тақырыптық тапсырмалар, 9-шы сынып, әрбір тақырыбыңызда тақырыптық тапсырмалар бар. Кітаптан бөлек оқу мақсатына сәйкес етіп жасалынған. Скачать етесіз, оқушыға экраннан шығарып беріңіз, болса телефонына жіберіңіз. Жалпы өзіңіз де көретін болсаңыз, осы алдағы уақытта мына тақырып тапсырманың әрқайсысына қалай шешу керек екендігін мен видео обзор түсіріп қоятын боламын жауаптарымен қазірде бар, бірақ қалай шешетін жолын мен видеоға түсіріп обзор жасап қоятын боламын.
Так, одан кейін бізде олимпиада есептеріне тура солай видео обзор жасаймын. Дәл қазіргі уақытта тек тапсырмалар тұр, скачать етілетін. Бұның өзі оңай емес, олимпиада есептерін құрастыру деген. Презентация шеберханасы да тура сондай, текстік түсіндірме бар, видео түсіндірме бар, және ашу бар. Одан кейін бізде математика сауаттылық точно так же, математика сауаттылық тапсырмасы, астына видео түсіндірме болатын болады. Енді 2 күн болған салғанымызға мұғалімдердің өте көп сұранысы бойынша салдық. Жасанды интеллектпен материал дайындау деген тақырып. Қазіргі уақытта екеуін салып қойдық. Мына жерде біреуіне видео түсіндірмені басатын болсаңыз, менің сол платформаны қалай қолданатыным, қалай сіз 2 секундта презентация жасайсыз, қалай сіз 2 секундта қымыжы жасайсыз, қалай сіз 2 секунд емес, 2 минутта жасауға болатын жасанды интеллекттің видео түсіндірмесі бар. Осыны біреулер 45 мың, 40 мыңға сатып жүремін, мен ондай ақшаға стоит деп ойламаймын. Алдағы уақытта мына жерге біз өткенде WhatsApp'та айтқанымдай, мына жерге тест тапсырмаларын қосамыз, электронды оқулықтар қосамыз, сайыс сабақтар қосамыз, дидактикалық ойындар 3 деген окошқа қосамыз, осылай жалғаса беретін болады. Электронды оқулықтар каждый оқулықты табатын болады. Енді видео үлкен болмас үшін тезірек сөйлеп, тезірек обзор жасауға тырысып жатырмын. Дәл қазір сіз маған жазыңыз, мен сізге 10% жеңіл жасап беремін. Жеңілдік тек 1 күнге жүреді. Толығымен стоит деп ойлаймын. Бүкіл біздің мақсатымыз мұғалім басқа платформадан бірдеңе іздемейтін, қылып бүкіл нәрсесін осы жерден тапса екен дейміз. 8 сентябрьден бастап сатып алдым. Бұны 8 сентябрь тек анимация ғана бар еді. Сол кезде кішкентай суммаға алғандар қазіргі уақытта рахмет етемін. Дәл қазір сіз 10% жеңілдікпен алсаңыз, бұдан кейін қосылатын ресурстарға ақша төлемейтін боласыз. Мен өзім мұғаліммін, ОБТ-ға дайындаймын, ИШ-ға дайындаймын. Мұғалімнің жағдайын жақсы түсінемін, қалтасына ұрмайтындай разумная цена қойғам. Жақсы, мен сізді WhatsApp-та күтетін боламын.